Достар, үй жағдайында бургер дайындаймыз. Бұл бургердің булочкасының тестісі басқа видеода көрсетілген. Сол үшін қазіргі уақытта мына толық иіні қанған, дұрыс үйленген тестіні теңдей бөліктерге бөлеміз. Формасын домалақтап жасап, противенге орналастырамыз. Менде бұл жерде 17 бөлікке бөлдім. Барлық тестіні толығымен противенге орналастырғаннан кейін тесті жақсылап көтерілу үшін бетін салафанмен жауып және орамалмен жауып жылы жерге қойып қоямыз. Егер видео ұнап жатса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және біз балаларға арналған сет жасап жатқаннан кейін міндетті түрде фри жасаймыз. Ол үшін картошканы тазалап, фри формасын жасап тураймыз жақсылап. Барлығын шұңғыл ыдысқа саламыз картошканың. Үстіне салқын су құйып қойып қоямыз. Яғни картоптың крахмалы шығу үшін. Бұл кемінде 2 сағат қойып қойсаңыздар, өте керемет болады. Ал енді көтерілген тестімізді бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, жақсылап, духовканы алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Және 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Менің духовкамде 15 минутта пісіп дайын болып шығады. Енді ол сіздердің духовкаларыңызға байланысты. Булочкамыз шықты духовкадан, барлық керек заттарымызды турап, тәрелкеге салып, дайындап қоямыз. Енді котлеттің формасын жасауға кірісеміз. Барлығы видеода толығымен көрсетілген. Сол бойынша қайталап жасасаңыздар, өте керемет, дәмді бургер пайда болады.
Мен мұнда сіздерге котлетті пісіру процесін көрсеттім. Яғни майды ауыстырып отыру керек. Кішкене май құйып үстіне майды жаңартып отыру керек. Бургерді толық жинау процесі. Ең бірінші булочкамыздың ортасын теңдей бөліп аламыз. Оның бетіне алдын ала жуып дайындалған листья салатымызды саламыз. Помидор қоямыз, соленый огурцыйды қоямыз. Және майонез, кетчупты жағамыз кішкене. Және бетіне котлетті саламыз. Енді фриді қуырып бастаймыз. Ол үшін ыдысты тазалап алып, жаңа май құйып, майды толығымен қатты қыздырып алып, фрейімізді салып қуырамыз. Фрейді шығарып алғаннан кейін бетіне тұз сеуіп, балаларға кетчуп жағып жіберіп берсеңіздер болады. Ал енді біздің балаларға арналған сет бургеріміз дайын болды. Өте дәмді, нәзік, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.